Барлықтарыңа салам достар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай, бұл видео подписчиктер маған көптеген подарок ретінде ақшалай сыйлықтар берді. Ал осы видео лайк басып достарыңа таратуды ұмытпа. Ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Қазір осы Walker Grozny деген балаға 3-ші ранг береміз. Өйткені маған былай 200 беріп тастады мен оған 3-ші ранг бердім. Чатқа қарасаңыздар, Forza деген бала маған 50 мыңнан примерно бір 5 рет беріп тастады. Көп рахмет. Және маған Дулат деген бала 50 мың берген болатын. Оған да рахмет. Маған подписчигім осы Tokyo Яна деген бала осы 6x алтыны обменмен 780 мыңға беріп жатыр. Көп рахмет. Осы видеоны көріп отсаң, мен өзіме доплачиваем дейсің, оған мен 780 мың қойдым. Бұл 6x алтыда спорт барлығы бар, full свет барлығы бар. Енді қазір қабылдап бұл машинаны маған берді. Ешқашанда ұмытпаймыз, оның қолын алып қоямыз. Қазір міне чатта қарасаңыздар, Forza деген бала маған 100 мың берді, мынаның цветін өзгерту үшін. Бұл 6x алтында осындай қызыл цветке өзгертеміз купить. Енді сыртқа шығып, Forza деген бала маған 100 мың берген, соны алып, осындай ақ цветке бояу керек. Міне уже 100 мыңды алдық. Енді ішке кіріп, жаңағы дисканы ақ цветке бояу керек. Міне уже 22 мыңға бұны да сатып аламыз. Звук сол жақтағы соңындағы выхлопты сатып аламыз. 86 мыңға сатып аламыз. Қазір бұны да парковать етеміз. Бірінші FM деп барлық машинаны шығарып аламыз, әйтпесе дұрыс қоймауымыз мүмкін. Барлық аудиді барлығын загруз етем. Содан кейін осы 6x алтыны парковать ететін боламын. Өйткені, мысалы, любой жерге қоя салмаймыз, бұны дәл осы жерге қоя саламыз. /чатқа /парк дей саламыз, содан кейін оны /car деп, соңындағы добавить семя дегенді басып фамаға қосамыз. Донатқа кіріп қалсам, осындай кейс-спамжа берген екен, оны да сразу ашып жібереміз. Ішінен маған осындай 21-12 түсті, оны расплатить жібереміз. Міне артта тұрған Lambo Black Bass'тың соны маған подарить етейін деп отыр осы Ryan Legenda деген бала, без доплата еще зазвен, оның /high деп қолына аламыз. Black Bass'тың заданиясын орындасам, осындай еженсен кейс берген екен, оны бір рет ашсам, осындай X2 кейс-спамжа береді, маған 15 Black Coin түсті. Нормально. Енді добычаға кіріп, кейс-спамжанында барлығын аламыз. Black Coin ақша да жиналып қалыпты. Marketplace'a қойған заттарым тағы да кейс-спамжа екеу ашамыз. Подтвердить, маған Platinum VIP 3 күнге ебайт нахуй. Енді екіншісін ашамыз, оның ішінен маған 14 түсті. Бұны да расплатить жібереміз. Райан берген машинаны ешқашан ұмытпаймыз, оны фамаға қосатын боламыз. Все, кетті. Және оның рангын 3-ші ранг қылып қоямыз. Фамама кірді, осы машинаны айда. Қазір Алик деген бала маған осы календар соңында берілетін машинаны подарить етейін деп отыр, ол маған обмен таста деді, мен оған тастап, сазбен обменять етіп жатырық. Оның автопаркын қараңдар көп. Оның ішінен осы календар машинаны без оплатамен қосамыз. Сразу хай деп қолын алып қоямыз, короче. Қазір қайтарып жібереміз, хай 766, қолын аламыз осылай. Қазір бұл календар машинаның багажнигін тексеретін боламыз. Бір бәле болса, оны алып аламыз. Ештеңе жоқ екен, сондықтан /car деп госқа ұшырамыз, короче. Кетті. 1 миллион плюс. Осы кезде актив нормально болған соң балдар жинадым. Вышкаға барамыз дедік, жиналды. Қазір вышкаға келдік уже, алаш деп барлығы айтып жатыр. Енді осы вышканы алсақ, все, бұл вышка біздікі болады. Қазір мұна балаға машинадан түстейік. Адик деген бала актив нормально екен, бағаны бері ойнап отыр. Енді қазір бұл вышка біздікі болады деген ойдамын, бірақ біздікі бола ма болмай ма білмеймін. Қазір фама чатқа зонадан шықпаңдар деп жазып тақ, әйтпесе зонадан шыға берген соң вообще очкомыз азайып қалды. Все, мынау да келді. Қазір бұны да 4 бала болып жабылып өлтіртсеміз сразу. Міне бір ром бердім мен, тағы да беріп өлтіріп тастау керек қой, короче, бұл адамды. Бекерден бекер бір адам болып келмеңдер, или софтпен келіңдер. Әйтпесе ұтамайсыңдар бәрі. Бұл жақта Энзо барлығы білетіндей ютубер, соның фамасы бар, солар
толып келеді ғой, бір келгенде толып келеді, короче. И ана тал жақта бір жасыл машиналар тұр екен, бірақ оған атқым келіп тұрған жоқ, өйткені алыста тұр. Қазір мына мотик бар ғой, айналып жүр екен. Қазір балдарым айтайын, өлтіріп тастаңдар деп. И өлтіріп тастаған шығар, уже аналар уже жасыл машинадағылар қазір келеді деген ойдамын. Аз-ақ минут қалған кезде. И ебать нахуй, мен ұшырып жіберген ес. Пиздец. Еще вообще очко жоқ еді. Одан метр жоқ қылды ғой. Қазір ана жасыл машинадағылар кесін Фамскаттан бронежилет алып аламыз. Олар келген кезде сразу атысып, солармен, короче, мен келе атыр ғой, өзім айтып бердім. Келе атыр ғой. Қазір бұларды да өлтіріп тастаймыз. И қазір машинасынан шықты. Уж қанша 2 урон берді саған, артқа қарай кетіп қалды. И қазір оларды да өлтіріп тастаймыз. Қазір тоқтамай атып жатырмын. Мына жағынан шығады, біресе мына жағынан шығады. Қазір мына сол жағынан шыққанға уже 1 урон бердім. И мына отырып жүрген 2 урон беріп жүргенсің ғой. Сонадан шығып кетті, барлық балам өзіме қатысып жатырмын. И чизім аз өлдім, короче. Енді вышкаға бармайым, жиналып бару керек. Қазір тағы да Адик деген бала 500 мың беріп жатыр. Көп рахмет. Осы үшін қолыңды алып қоямын қазір. И қазір хай деп айдиң жазып, и қолыңды алдым, короче. Енді маған осы Дат деген бала маған осындай Блэкпастың сумкасымен и Блэкпастың скинін беріп жатыр. Саған да көп рахмет. И оның да қолын алуды ұмытпаймыз ғой, короче. Қазір тағы да Адик деген бала маған 500 мың берем деді. Трейд лақтыр деді. Трейд лақтыр бердім. Тағы да берді. Уже 1 лям берді сат. Көп рахмет Адик саған. Ешқашанда қолын алуды ұмытпаймыз ғой, короче. Қазір ғана осындай спиди яқталдың багажнигіне 2 бамжаның скин тұр екен, ол маған дымғалай кереміз. Енді маған слот алу керек. И осы спидиді қосатын боламын фамаға. Қазір біздің фамада 2 спиди яқта бар, короче. Қазір Black Jack ойнайын деп жатырмын. Қазір ставканы қарасаңдар, ал мен 500 мың тік тұрмын. Осыда ұтылсам кетем, ұтпасам кетем ғой, короче. И осы жерден маған 16 түсті. Мен қазір осы жерден тоқтатам. Өйткені қазір бәлә Black Jack'ті жеті, оған қазір 10 түсіп кетсе ұтылам мен, конечно ұтылам. Сосын 500 мың қайтам ғой. Бәрі тоқтатайық осылай, остановился. И Black Jack'ке красавчик 9 түсіп кетті. Тең нича. Кайф. Енді қайтап 500 мың тігеміз қазір. Осыда ұтсақ, ұтпасақ та бәрібір, короче, кетеміз. 500 мың тік, короче. Енді басталып кетті ойын. Маған 9 очко түсті. Тағы да 10 түссең маған уже сразу мен ұтатын болым. Қазір сет, бәлә. Сет, кәс. Ебайт. Все, ұстады. Маған 19 түскен. Мен қазір осы жерден хватитті басып, остановился қылам. И қазір Black Jack'тің барлығын көреміз. Мынау Кензи дегенге Black Jack түсіп кеткен, ебайт. Нұртасқа қазір 18 очкодан тоқтатады деген ойдамын. Қазір көреміз, тоқтатады. И енді ер ағана қалды. Содан кейін менің шешімім болады. Қазір осыда ұтып кетсем, кайф болады. И сосын тағы да ойнаймыз. Бұл 17-те тоқтатады. И Black Jack'ке, и красавчик, мен ұтып кеттім. Қазір тағы да тігеміз, короче. Қазір қайтап тігіп, и тағы да 2 миллионмен шығып кетеміз ғой, короче. Қазір 500 мың тігеміз. Қазір бұда ұтсақ та, ұтпасақ та, плюс та, минус та емес, короче. Осыда ұтылсақ кетеміз, ұтсақ та кетеміз, короче. Маған 10 очко кайф. Барлығына, короче, нормальный очкодан қарамаймыз оларға. Біз тек қана дилерге. Бізге 19 красавчик. Енді дилерге 10 очко түсіп кетпесін деп тілейік. Әйтпесе, неча болып қалады. Мен осы жерден тоқтатам. Қазір барлығы алып болсын. Тез-тезден, короче, Нұртас осы жерден тоқтатады. Ера, короче, бір рет алады, сосын тоқтатады. Отвечай ол, тағы алады екен. Ол тоқтатады енді. Енді дилердің сәті бұл. Осы да берш, осы да берсең, сразу ойынан шығып кетем. Ұттым, красавчик. Мен ұттым деп айтпақ қойын. 3 адам ұтқан екен, 1 адам ұтылды, короче. Осы жерден шығып кетеміз ғой. Қазір осы еженсен кейстің біреуін ашамыз. И оның ішінен бізге 8000 рубль түсті. Енді кейс бамжа ашамыз. И оның ішінен бізге 21.18. Оны расплатить жереміз, короче. Чо там, видео ұнады ма? Видео ұнаса лайкты аямай басайық. И достарыңа таратуды ұмытпа. И менің Мико деген промокодымды терсең, саған
күшті бонустар береді.